Сәлем бердік. Сіздермен келін асханасы. Қыстың қамын жазда ойла деп, қыстың күні тәбет ашар, өте дәмді қызанақ пен қияр ассорти жабайық. Банкаларымызды жуып тазалап стерилдейміз. Оларға кішкене хрен, укроп, 2 дана сарымсақтан саламыз. Петрушка болса петрушка қоссаңыздар болады. 2 дана лавр жапырағынан және 5-6 дана қара горошектардан салып шығамыз. Қызанақтарды жуып кептіреміз және бір-бірден ақырындап банкаларымызға саламыз. Осы рецептпен тек қана қызанақтардан да жасасаңыз болады, немесе арасына қияр араластырып жесеңіздер де болады, немесе тек қана қиярмен жапсаңыздар да болады. Менде қияр жабудың басқа жеке видеосы бар, ссылкасын қалдырамын, қарап көріңіздер. Бізге отбасымызға қызанақтардың осындай үлкен домалақша болып келгені ұнайды. Сочный дейміз ғой, сочный, су ағып тұратын қызанақтар. Осы жерде қасына майда-майда қиярларды қосып жіберсеңіздер болады. Суымызды қайнатып дайындап қоямыз. Және дайын банкаларымызға 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. Менің банкаларым барлығы 2 литрлік. 2 литрлік банкаға 2 аспирин қосамыз. Қайнап тұрған ыстық суды құямыз, толтырып. Банкамыз салқындау, ал суымыз ыстық болған үшін аз-аздан құйып, банкамызды сындырып алмаудың амалын табамыз. Суды құйып болған соң 2 капля 70% уксустан сеуіп шығамын. Помидорға ыстық су құйған кезде бос орын пайда болады. Қызанақтарымыз жұмсарады, сол орындарға майда-майда қиярлардан салып жіберемін. Өзімізге ыңғайлы закрывашкалармен банкамызды жауып, тұзы мен қантын ерітеміз, ары-бері айналдырып банкамызды және төңкеріп, бір түнге жылы жерге орап қойып қоямыз. Ертесі күні одеялымызды ашып тексереміз. Міне әдемі сол қалпы тұр банкаларымыз. Жасап көріңіздер. Отандық қазақ каналдарын қолдап, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.